Келесіздер ме оқушылар, отырыңыздар. Бүгін сабақта кім бар? Барлығы. Жақсы, отыра ғой. Бүгін бізде желтоқсанның 1-і, қыс айының, қыс мезгілінің 1-ші айы. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді тақырыпты жазайық. Бізде желтоқсанның 1-і Талапбек Сұлтанбеков көшпелі алтын ғылыми фантастикалық шығармасының Шайтандауға сапар бөлімі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз. Тақырыпты жазып алайық. Біз алдыңғы өткен тақырыпта бірінші бөлімін, таудағы от бөлімін өткен болатынбыз. Жалпы бұл шығарма 3 бөлімнен тұратынын айттық. Тақырыпты жазып болсақ, енді келесі слайдқа назар аударайық. Ол алдыңғы өткен тақырып бойынша пысықтау сұрақтары, яғни таудағы от бөлімі бойынша сұрақтар. Бұл сұрақтар квиз бағдарламасы арқылы сіздерге қойылады. Бір-бірден қол көтеру арқылы жауап беріңіздер. Ал кеттік, бірінші сұрақ: арқардың шағын үйірі қай тауда түнеп жатты? Арқарлы, Алатау, Ақшоқы, Келіншектау. Айта ғой? Арқарлы тауында. Дұрыс. Екінші сұрақ: әңгіменің бас кейіпкері кім? Құлжа, Кенжебек, Сәмен, басқа ғалымдар. Айта ғой? Сәмен. Сәмен тұла бойы түршігіп неден қорқып кетті? Бірінші, Құлжадан, жайылып жүрген арқарлардан, торы айғырдың жүрісінен. Төртінші жауабы: жалт-жұлт еткен оттан. Жауап бер. Жалт-жұлт еткен оттан. Дұрыс. Сәменнің есіне түскен аңызда кім туралы айтылады? Кедей жігіт, бай жігіт, сұлтан, хан. Кім жауап береді? Айта ғой? Кедей жігіт туралы. Дұрыс. Келесі сұрақ: ел аузында аңыз болған көшпелі алтын қай тұста еді? Шыңбұлақ сайы. Сәменнің мал шағасы отырған орнында, Шайтантауда, Арқарлы тауда. Шайтантауда. Жалпы Сәмен қандай бала? Айта ғой? Зерек, сезімтал бала болған. Сәмен бос уақытында не оқитын еді? Әлібек? Ғылыми көпшілік журналдар мен кітаптар. Дұрыс, отыра ғой. Сәмен каникулды не үшін күтті? Қызы? Өзі көрген жұмбақ құбылыс қысылып сары оттың сырын білгісі келді. Ол сары оттың сырын білгісі келді. Таудағы от бөлімінде кездескен мательді атаңдар. Айта ғой? Қайсысы болды? Қорыққанға қос көрінеді. Қорыққанға қос көрінеді. Енді біз таудағы от бөліміне бір пысықтау сұрақтарына жауап беріп шықтық. Қараңдар, жалпы Талапбек Сұлтанбеков жайлы біз алдыңғы сабақта біраз мәліметтер білген болатынбыз. Енді осы сабақта мынау сұрақтарға жауап бермес бұрын біз видеороликқа назар аударайық. Соғыстан кейінгі жылдарда қазақ оқығандарын қудалаудың екінші толқыны құпия түрде қайтадан жүзеге аса бастады. Көзі ашық жандар халық көп қоныстанған мекендерден алшақтатылып, шалғай ауылдарға жөнелтілді. Бұл іске саяси мән берілді. Есесіне қуғынға ұшырағандар түкпір-түкпірде болып жатқан қазақы рухты оятуға мүмкіндік алды. Осындай саяси саяхаттан Шамалғандағы мектеп те құралақан қалған жоқ. Жетпіс тоқтыда Шамалған ауылында Талапбек Сұлтанбеков деген мұғалім келді. Ол кісіден орыс әдебиетіне химиядан сабақ берді. Сосын қарасақ бізге турникті ойнағанын көрсетті. Әлден мықты ойнайды екен. Біз таңғала қарайтынбыз. Турникті қаншалықты жақсы дейді. Сосын бір қарасақ біздің бәріміздің жинап алып шахмат үйретіп, сөйтсе ол кәдімгі чемпион шахматтар шашкиден мастер спорт екен. Бұл мұғалім
жазушы, публицист, кейінірек білім және еңбек журналының редакторы болған зиялылардың тұяғы Талапбек Сұлтанбеков еді. Сыныптастардың айтуынша, Талап ұстаз шәкірт Нұрсұлтан өміріне көп ықпал еткен. Менен оқыған шәкіртімнің қазіргі осы ел басқарып отырғаны мені өте қуантады. Құдайға тәуба шүкір деп ылғи да қуанып мақтан тұтып отыратын. 2009 жылы декабрьдің 5-інде елбасының өзі әдейі Тәкеңді шақырып, осы Алматыдағы резиденциясында қабылдады. Елбасы сол өзінің қабылдауында өздерінің оқып жүрген кезі есіне түсіп, Тәке, сіздің сол кездегі бізге көрсеткен, үйреткен өнегіңіз бәрі әлі есімде. Рахмет. Сол шәкірт кезім, сіздің ұстаз кезіңіздің бәрі көз алдымнан елес болып өтіп отыр деп ризашылығын білдірді. Елбасы бүтін бір еліміздің басшысы дәрежесі өте жоғары болса да, дәл осы жерде өзінің шәкірттігін ұстазын қалай қадірлейтінін, ұстазын қалай сыйлайтындығы осы кездесуде біртүрлі сондай бір керемет адамның бір адамгершілік қасиетті көрсетіп тұрғаны маған сондай өзімді сондай сезінді. Қараңдар, алдыңғы сабақта біз бір қызықты мәліметке назар аударған болатынбыз. Бұл кісі жалпы Ильяс Жансүгіровтің немере інісі, алдыңғы сабақта айттық. Ал енді осы сабақта қызық бір мәлімет болсын бізге. Бұл кісі біздің еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шәкірті екен. Енді видео бойынша сұрақтарға жауап берейік. Талапбек Сұлтанбеков кім? Қараңдар, сұрақтарға назар аударайық, жазбаша дәптерге жауап берейік. Сендер жауап бергенше мен сендерге өзара бағалау парағын таратып шығамын. Қараңдаршы маған 1 минутқа. Бағалау парағында сендер бүгін 4 тапсырма орындайсыңдар. 4 тапсырмаға максималды түрде 25 деген балл қоюлары керек. Мына жерге аттарыңды, өздерің топтарыңды жазып қойыңдар. Ақырғы сұрақтарға жауап бере беріңдер. Бірінші сұрақ бізде Талапбек Сұлтанбеков кім? Екінші сұрақ Талапбек Сұлтанбеков қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Үшінші сұрақ Талапбек Сұлтанбеков қай жерде білім алған? Төртінші сұрақ Талапбек Сұлтанбековтың қандай белгілі адаммен жақындығы бар? Жаңа айта кеттік. Бесінші сұрақ Талапбек Сұлтанбеков қандай қызмет атқарады өзінің өмір жолында? Жазбаша жауап берейік. Бағалау парағына өздерінің аттары мен топтарını жазуды ұмытып кетпеңдер. Бұл бірінші тапсырма болып есептеледі. Өздеріне балл қоясыңдар қазір. Максималды түрде айта кетейін 25 балл. 4 тапсырма 25 балдан максималды түрде 100 балл болу керек. Минималды түрде ең азы 5 балл.
келеміз. Жауап беріп болып қалдық балдар. Сұрақтар осы және алдыңғы өткен тақырып бойынша, яғни автор бойынша. Ал болып қалса уақыт аяқталды, жауап береміз. Бірінші сұрақ, Талапбек Сұлтанбеков кім? Дайырсың, айта ғой. Фантаст, ғалым, жазушы. Дұрыс, фантаст, ғалым, бұл кісі жазушы. Екінші сұрақ, бізде Талапбек Сұлтанбеков қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Берді. 1930 жылы Алматы облысы Ақсу ауылында дүниеге келген. Дұрыс, тұраған. Шамалған ауданда дүниеге келген, я. Үшінші, Талапбек Сұлтанбеков қай жерде білім алған? Әліби? Алтынсарин атындағы орта мектебін күміс медальмен Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін үздік бітірген. Я, дұрыс. Төртінші сұрақ, Талапбек Сұлтанбековтың қандай белгілі адаммен жақындығы бар? Я, айта ғой. Әкесі Сұлтанбек, Ильяс Жансүгіровтің немере інісі. Иә, отыра ғой. Айта кеттік, я жаңа. Бесінші сұрақ, Талапбек Сұлтанбеков қандай қызмет атқарған? Я, Сұлтан. Алматы облысы коммунизм газетінде жауапты хатшы болған. Және республикалық білім және еңбек журналының жауапты хатшысы, бас редактор болған. Бас редактор болған. Отыра ғой. Және қазақ фильмінде жұмыс істеген жайлы айтып қоялы осы сабақта. Өте дұрыс. Ұлдар бірінші тапсырмаға өздеріңе балл қойып шығыңдар. Егер де барлық сұраққа жауап берсеңдер 25 балл. 4-5 сұрақтың 4-еуіне жауап берсеңдер, өздерің білетін 20 балл, 15, 10 балл, 5 балл. Ең төмені 5 балл. Қойып шықты қоя. Енді келесі тапсырмаға. Жалпы тапсырма емес, слайдқа назар аударайық. Көшпелі алтын біз өтіп жатқан шығарма бұл 3 бөлімнен тұрады. Таудағы от бөлімі, Сәменнің жалшыл өткен отты көруі. Екінші бөлімі, Шайтантауға сапар бөлімі, бүгін біз өтіп жатқан Сәмен мен Қажытайдың алтын сапарына аттануы жайлы. Үшінші бөлімін келесі сабақта өтетін боламыз. Үңгірдегісі құпия лабораториядағы екі ғалымды кездестіреді. Құпия лабораторияда екі ғалым кім? Құпия лаборатория қай жерде орналасқан? Оның үңгірге не қатысы бар? Сол туралы үшінші сабақта өтетін боламыз, яғни үшінші бөлімі. Енді үңгірдегі сыр бөліміне байланысты мынаны дәптерге түсіріп алуымыз керек. Сюжетті композициялық құрылым. Бұл екінші тапсырма, дәптерге жазып алыңдар. Әңгіменің басталуы, әңгіменің байланысы, әңгіменің дамуы, әңгіменің шиеленісуі, әңгіменің шарықтау шегі және әңгіменің шешімі. Дәптерге түсіріп алайық. Қараңдар, басталуы таудағы от көрінісі арқылы Сәменнің ойға шомылуы, жұпыны киінген адам жайлы.